сәлем, мен Павлодар қаласының Мальвин дүкені консультанты Тимур Байгуназ боламын. Бүгінгі обзор жасайтын кітабымыз Джим Афремовтың «Разум чемпионов. Как мыслят, тренируются, побеждают великие спортсмены». Осы кітабы. Мен өз басым Павлодар қаласының қазақша күрес бөлімі бойынша спорт шеберіне үміткермін. Және де осы кітапты мен спорт шеберіне үміткерлік дәрежесін алғаннан кейін оқи бастадым. Бұл кітап шатыспасам жаңадан келді. Бұл кітапта не жайлы айтылған? Бұл кітапта ең бастысы жеңімпазға қызғанышпен қарама, өзін осы жеңімпаз атануына көмектесетін әдіс тәсілдер үйретілген. Себебі спортсмен болу үшін өзінің ойын және денен дайын болу керек. Мұнда қалай тамақтану керек, қалай жаттығу жасау керек, қалай ұйықтау керек, қалай дұрыс жаттығу жасау керектігіне барлығы нақты көрсетілген. Бұл кітапты ұнайтыны, мұнда жоспарлар жақсы айтылған. Яғни бұл кітапты оқу арқылы сіз өзіңізге, сіз спортқа жаңадан келсеңіз де, тіпті шебер болсаңыз да, жаңа бір нәрсе үйрене аласыз. Джим Афремов бұл кітапта алтын, күміс, қола қандай дәреже алғым келеді, бәріне жете алатын сөзбен, іспен дәлелдеген. Яғни бұл кітап арқылы сіз көп жетістікке жете аласыз деп нақты айта аламын. Өзім осы кітапты барша құлшыныспен оқыдым және де өзімнің жеке кітапханама тұрсын деп сатып алдым. Бұл кітап сіздің кітапханаңызда тұруға лайықты кітаптардың бірі. Сол себептен де барша спортсмен қыз болсын, ұл болсын бәріне кеңес берер едім. Және де сіз спортпен жай айналысып, тіпті жаяу жүрген өзі спорт болып саналады. Сол себептен де осы кітап сізге қатты көмектесетініне сенімдімін. Кітаптың жалпы ішіне келетін болсақ, мұнда көбінесе әдіс тәсілдер, қалай жаттығу жасағанда ойлану керек, не ойларды өзіне кірістіру керек. Бәріне кеңес беремін, оқыңыздар, сатып алыңыздар, сау болыңыздар.